Сәлеметсіздер ме оқушылар, 6 сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алып күш жүйесі. Оқу мақсаты жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып мінездеме, өмірбаян құрастырып жазу. Салт және сабақты етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану. Қажымұқан Мұңайтпасұлы қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кәсіпқой балуан. Тұтас ғұмырын күрес өнеріне арнап, ұлан ғайыр жері мен өршіл халқын бірінші болып өзге жұртқа паш еткен, өзінен бұрынғы қандастары баспаған топырақты басып, көрмеген елді көріп, өзге қазақ тақпаған алтын күміс медальдарды мойнына тұңғыш ілген. Қажымұқан ел құрметіне бөленген балуан, күш атасының саңлағы. Ендеше оқушылар, оқулығымыздың 135 бетіндегі 6 тапсырмаға назар аударамыз. Қажымұқан Мұңайтпасов атамыз туралы мәтін берілген, міне осы мәтінді мұқият оқып шығамыз. Мәтінмен таныс болсақ, балалар, мына сұрақтарға ауызша жауап береміз. Қажымұқанның үлкен күрес өнеріне келуіне кім себеп болды? Мұханның Қажымұқан аталуының себебі неде? Ендеше оқушылар, жазбаша тапсырмалар орындаймыз. 136 бет 8 тапсырма. Оқылым мәтіні бойынша кейіпкерге төмендегідей үлгіде сипаттама бер. Қажымұқан күш атасы, өйткені. Қажымұқан балуан, себебі. Қажымұқанды Черный Иван деп атады, себебі. Қажымұқан жомарт адам, өйткені. Ары қарай өзіміз толықтырамыз. Келесі тапсырма, 10 тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша 5 етістікті анықтап, мағынасына қарай ажыратыңыздар. Үлгі көрсетілген үлгіге қарап орындаймыз. Оқушылар, мінездеме белгілі бір адамды өмірбаяндық, біліктілік, кәсіптік тұрғыдан жазбаша сипаттау. 9 тапсырмаға назар аударамыз. Оқылым мәтініндегі деректерді пайдалана отырып, Қажымұқан Мұңайтпасовқа мінездеме жазамыз. Мінездеме шарты. Бірінші кіріспе бөлім. Кіріспе бөлімде қысқаша өмірбаянын жазасыздар. Негізгі бөлімде кәсіби біліктілігі, жағымды қасиеттері туралы жазылады. Ал қорытынды бөлімде күрес өнеріндегі табыстары, нәтижесі туралы жазасыздар. Міне осылайша Қажымұқан Мұңайтпасовқа мінездеме жазамыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.